нақты жұмысымызға кірісейік. Жақсы. Қымбатты көрермендер, әдеттегідей өзекті ақпараттардан бастаймыз. Апта соңына таман дәлірек айтсақ, 3 наурыздан бастап Қазақстанда жеке тұлғалардың тарапынан банкроттыққа өтінім беру басталады. Осы ретте бірден айта кетейік, бұл мемлекет тарапынан жасалып жатқан бір реттік шара емес. Яғни біз әдеттегідей бір рет қана болады ғой. Бұл дүние өтініш беру мерзімінде шектеу жоқ. Міне. Дұрыс айтасың, Ғалымжан, бүгін осы мәселеге қатысты брифинг өткізген қаржы вице-министрі Ержан Біржанов жеке тұлғалар арасында кім банкроттыққа өтініш бере алатынын және банкрот болған жағдайда қаржылық операцияларына қандай шектеу қойылатынын мәлімдеген болатын. Енді экранда қазір көрсетейік, құрметті режиссерлер, банкрот деп танылған адам 5 жыл бойы несие ала алмайды. 7 жыл бойы тізімде тұрады, яғни банкроттың тізімінде. Банкроттық рәсімін тек 7 жылдан кейін ғана пайдалана алады, ресми түрде. Және 3 жыл бойы мемлекеттік кірістер органдары тарапынан бақылауда болады. Бұл ресми банкрот болып жарияланған жеке тұлғаларға қатысты. Жалпы өте ауқымды және маңызды мәселені көтеріп отырмыз бүгін. Жалпы ресми органдар кемі 1,1 миллион қазақстандықты банкрот болып жариялау мүмкін екендігін айтқан болатын. Сондықтан процесс қалай жүзеге асады, жеке тұлғалар өтінішті автоматты жүйемен, яғни автоматтандырылған жүйе бойынша береме, одан кейін сот арқылы беретіндер болады, қандай жеке тұлға өзін банкрот деп жариялай алады. Осы жөнінде біз тұшымды әңгіме өрбіту үшін Қаржы министрлігі мемлекеттік кірістер комитетінің ресми өкілі Айнұр Сартаева мен экономист Гүлнұр Асфендиярованы шақырдық. Келіңіздер. Қарсы алайық, төрлетіңіздер. Ал, қош келдіңіздер, төрлетіңіздер. Енді осы расымен өте ауқымды тақырып 3 наурыздан бастап ресми түрде өтінім қабылдау басталады жеке тұлғалар тарапынан. Енді осы турасында нақтырақ айтып өтсеңіздер. Шексіз мерзім, қателеспесем? Осы турасын айтып өтсеңіздер. Яғни бұл заң жаңағы бір реттік қана жеңілдік жасалып жатқан бағдарлама емес. Ертең 3 наурыздан бастап қабылданғаннан кейін бұл үнемі жұмыс жасап тұратын. Яғни халық жанталасудың қажеті жоқ, үлгереді. Өйткені бұл енді үнемі жұмыс жасап тұратын бағдарлама. Осы уақытқа дейін жаңа заңды тұлғалардың банкроттығы туралы заң жұмысын жасап тұрғаны сияқты, бұл заң да енді алдағы уақытта үздіксіз жұмыс жасап тұрады. Тек түсініп алуымыз керек, бұл бірінші рет енгізіліп тұр. Осымен шатастырмайық. Яғни енді асығып, мен осы жаңағы наурызда үлгеруім керек деген ондай асығыстықтың қажеті жоқ. Жақсылап, сараптап, ойланып алып, бізге ол қажет пе, қажет емес пе, банкрот ретінде өзіңізді жариялау. Соның барлығын жан-жақты ойланып, барып қана беруге болады. Неге мән бергені дұрыс? Мысалы, сіз айтып отырғаныңыз орынды, асығудың қажеті жоқ. Дұрыс толыққанда салмақтау керек. Шынымен де қандай қарызға батқан халыққа қандай тигізетін пайдасы бар бұның, я болмаса керісінше зияны қандай? Мен айтып кетейін. Негізі азаматтар бұл банкроттық рәсімін кредиттік комиссиямен штастырады. Әлеуметтік желілерде де біз біраз түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Бұл ретте азаматтардың пікірлерін тыңдасақ, көбісі ойлап жатыр, барлығын жаппай кешірсеңіздер, барлығын жаппай кешіріңіздер, болмаса төлеп отырған адамдардың не кінәсі бар дейді. Осындай да пікірлер жазып жатыр. Енді бұл жерде ол кредиттік комиссия емес, бір реттік шара емес, шына экономист ханым да айтып кетті. Және де бұл шара кейін жыл сайын жұмыс жасай беретін шара. Яғни бұл белгілі бір уақыт өте келе кез келген азамат ондай өмірде қиын жағдайға тап болуы мүмкін. Ол мүмкін жұмысынан айырылып қалуы мүмкін, денсаулығына байланысты, немесе басқа да тұрақты табысынан айырылып қалған жағдайда, онда сондай жағдай туындауы мүмкін. Ондай тәуекел кез келген адамның басында болуы мүмкін. Сол себепті бұндай жағдайлар шын мәнінде осындай қиын жағдайға тап болған азаматтар үшін жақсы көмек болар еді. Бірақ ескерту керек, бұл соңғы шараның бірі болу керек. Өйткені азаматтар мүмкіндігінше қаржылық жағдайы
сондай төмен болып мүмкіндігі болмай тұрса қарыздарын өтеуге, сол жағдайда ғана осы рәсімге жүгінгені дұрыс. Себебі жаңа өздеріңіз де көрсеттіңіздер ғой, біраз салдары бар, оның да ойнайтын ештеңе жоқ. Кез келген адам экономикалық жағынан әрине әрдайым дамып отырады. Ол мүмкін бір кәсіпкерлігін ашу мүмкін, немесе басқа да осы үйіндегі шаруашылығына байланысты басқа да микрокредиттер алу мүмкін, жаңағы тұтыну кредиттерін мысалы. Сондай жағдайларда оған банк ешқандай да несие бермейді мысалы. Осының барлығын самақтап 5 жыл, 7 жыл тарапынан. Ал нақты қандай критерий бар бұл жерде? Банкрот болып жарияланудың? Бұл өзінің критерийлері бар. Негізі 3 рәсім қарастырылған. Соттан тыс банкроттық рәсімі, сот шешімі арқылы банкрот деп танылу рәсімі, сонымен қатар төлем қабілеттілігін қалпына келтіру рәсімі. Осы 3 рәсімге байланысты өздерінің шарттары бар. Ең көп қолданыста болады деп біздің күтіп отырғанымыз ол соттан тыс банкрот деп тану рәсімі. Осы соттан тыс банкрот деп тану рәсімі барысында азамат қарызы 5 миллион 520 мыңнан артық болмауы керек. Яғни ол 2023 жылы бізде 1600 айлық есептік көрсеткішпен есептегенде сондай сома шығады. Және де ол өзінің қарызын 12 айдан астам уақыт төлемеуі керек. Яғни ол мысалы несие алды, ол мысалы 6 ай бұрын төлеп қойған болса, ол бұл шартқа сәйкес келмейді. Сонымен қатар оның атында мүлкі болмау керек. Мүлкі деп отырғанымыз ол мысалы пәтері, жер учаскесі немесе автокөлік құралдары болуы мүмкін. Ол мүлкі қай уақытта болмауы мүмкін? Мысалы, әдетте 5 жыл болмау керек, я болмаса 1 жыл деген сияқты бір уақыт қарастырылған ба, мерзім? Нақты осы банкроттыққа беретін кезде атында мүлкі болмау керек. Ол 1 ай бұрын ауыстырып тасташы бір өзінің атына. Вот осы сұрағыңыз да өте қызық, қазір мен сол сұраққа айтып келемін. Сосын одан бөлек ол жаңағыдай тек қана банктер микроқаржы ұйымдарының алындаған қарызы және коллекторлық агенттіктердің алындаған қарызы болған жағдайда соттан тыс банкроттыққа жүгіне алады. Ал жаңағы сіз айтып отырған 1 ай бұрын мен әдейі осы банкроттық болатынын естіп алып, атымдағы бүкіл мүлікті туысқандарыма, достарыма жазып қойып, бүкіл ақшаларым болса басқа банктерде шетелдерде оның барлығын тығып қойып, сондай шараға барсам, онда мен жаңағы сіз айтып отырған 3 жылға дейін қаржылық бақылау, қаржылық мониторингте болатынымды ұмытпауым керек. Яғни мен өзіме қатысты айтқан жоқпын, жалпы азаматтарға түсінікті болсын деп жатырмын да. Жалпы бұл банкроттыққа дейін өтінім берген кезде 3 жыл жарайды, бақылауда болатын естиді. Жақсылап одан кейін шығара бастаса. Оған дейін 3 жылға дейін банкротқа бүгін өтініш берді ма, оған дейінгі 3 жылғы оның қаржылық жағдайы бақылауда да болады. Себебі ол жаңа айтқан 1 ай бұрын, 1 жыл бұрын ол сатып жіберген неше түрлі құйтырқы әрекеттер адамнан айла артылған ба дейміз ғой, расымен де 1 жыл дедіңіз ғой, соңғы 12 ай төлемеу керек мысалы, несие алған жағдайда. 1 жыл бұрын делік. Мысалы, енді бұл шектеусіз болайын деп тұр ғой бұл шара. Несие алып алып, қомақты қаржы білді, барлық құйтырқы әрекеттерге барды алдын ала. Несие төлеген жоқ, және жақсы ақша, қалай айтсақ болды, ақшалы болып қалды осы ретте. Бұндай адамдар қалай анықтай аласыздар? Енді ол жаңағы жасалады тиісті қаржылық реттеу шаралары. Мысалы үшін бізде өздеріңіз білесіздер 2025 жылдан бастап Қазақстанның барлық азаматтары жалпыға бірдей декларациялау жүйесіне енеді. Осы жерде де мысалы азаматтардың барлығы декларация тапсырғанда да оның барлық қаржылық жаңағы жағдайы толықтай былайша айтқанда біздің алақанымызда болады. Мысалы ол пәтер сатып алды ма, жаңағы автокөлік сатып алды ма, немесе оны сатып жіберді ма, қаншаға сатты, қанша алды, соның барлығы осы декларацияда көрініп тұрады. Одан бөлек жаңағы бізде барлық мемлекеттік тиісті органдардың деректер қорына бізде тиісті қолжетімділік бар, яғни олардың деректері бізде бар. Тексере аласыздар, жақсы. Қазір біз жарнамаға үзіліс жасайық, соң әңгімемізді жалғастырамыз. Тікелей эфирдеміз, қымбатты көрермендер, бағдарламамызды жалғастырайық. 3 наурыздан бастап жеке тұлғалардан банкроттыққа өтінім қабылдау басталады. Ресми түрде осы тақырыпты аясында бүгін қонақтарымызбен сұхбатты бастап үлгердік. Жарнамаға дейін бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Осы турасында сұрақ қойғысы келіп отыр. Желіге қосайық. Қайырлы түн. Сәлеметсіз бе? Сауалыңыз қандай? Сауалыңызды айтсаңыз, сұрағыңыз. Сауалы мен 4 бала шағам бар, асыраушым жоқта. Осы асыраушы жоқтарға көмек бар ма өтініш сіздерден? Қандай көмек? Мен төлей алмай жатырмын, өйткені мүгедек қыз бағып отырмын, өте қиын жағдайда отырмын. Пәтер жалдаймын. Несиеңіз бар ма?
Несием бар, иә, соны төлей алмай жатырмын. Бір несием бар Каспийде, соны төлей алмай жатырмын. Қанша уақыт төленбеді? Ай немесе? 5 ай болды. 5 ай төлей алмай жатырмын. Күніге хабарласа төлеуге мүмкіндігім болмай жатыр. Қандай сомасы қанша? Шамамен. 1 миллион кредитім қалды. Жаңағы 500 мың теңге алған, үстіне 400 мың қойған. И төленбеген күндері өсіп жатыр. 1 миллион кредитім тұр, сол ай сайынғы мен төлей алмай жатырмын. Жолдасыңыз жоқ қой, иә? Иә, қайтыс болып кеткен. Енді жалғыз өзі. Рахмет, жауабы сұрағыңыз түсінікті. Енді біздің қонақтарымыз барынша жауап беруге тырысады, мен ойымша. Бұл кісінің жағдайын нақты мен білмей тұрмын, атаулы әлеуметтік көмек ол кісі ала ма, алмай ма. Егер де атаулы әлеуметтік көмек алатын болса, жаңағы 12 ай бойы төлемеу керек деген шарт қолданылмайды. Яғни бұл жерде ол мүмкін 6 ай төлемесе де оған қатысты осындай яғни бұл кісі соттан банкроттық жариялай алады. тыс банкроттыққа бере алады. Және де бұл жерде тағы бір соттан тыс банкроттыққа қатысты маңызды мәселе, егер де азамат 5 жыл бойына несиелерін, қарыздарын төлемеген болса, онда оған қатысты алдындағы мен айтқан шарттардың ешқайсысы қолданылмайды. Мысалы, атында мүлкі жоқ болу керек, 1 жыл бойы төлемеу керек деген сияқты, жаңағы не мүлкі болмау керек, сосын тағы да қандай тағы да 1-2 шарт болды. Сол шарттардың барлығы қолданылмайды жаңағы азаматқа қатысты. Яғни атаулы әлеуметтік көмек алып отырған жандар, біз көріп отырса, дәл қазір қымбатты көрермендер, егер несиелеріңіз болып, оны төлей алмай жатсаңыздар, 3 наурыздан бастап өтінім бере аласыздар, және сіздерге мерзім жүрмейді. Мерзім жүрмейді, бірақ дегенмен осы жерде тағы бір маңызды мәселе. Негізі 2021 жылдың 1 қазаннан бастап елімізде банктерге қатысты заңға өзгеріс енді. Егер де азаматтың 1 ай бойы төлемеген несиесі болса, онда олар банкке осы қарызын реттеу бойынша алдын ала өтінім беру керек. Осы өтінім шеңберінде міндетті түрде осындай жұмыстар жүргізілмесе, олар банкроттыққа өтінім бере алмайды. Яғни мысалы ол 1 ай 2 ай несиесін төлей алмады, ол міндетті түрде өзінің жаңағы қай банкке қарыз соған өтінім жазуы керек. Бізге хабарласқан көрермен 5 ай төлемепті, бұл кісі де жаза алады ғой? Иә, банкке міндетті түрде өтінім жазу керек. Банк реттеу шараларын жүргізеді. Яғни бұл жерде егер бұл азаматтың жаңағы банктың ұсынып отырған жағдайын немесе талаптарын азамат сонда да орындай алмайтын жағдай болса, сол жағдайда ол банкроттыққа ұсынылады. Яғни бұл жерде банкроттыққа ұсыну үшін де ол жерде міндетті түрде ұсынылатын құжаттың бірі болып табылады. Қанша құжат жиналу керек бұл жерде? Ешқандай құжат жинауының қажеті жоқ. Тек қана осы құжат қана жинау керек. Кімнің алдында қарыз алдыңыз сіз? Қандай банктың алдында ма, микрокредиттік ұйымның алдынан ба? Сол ұйыммен бірінші мәмілеге бару керек. Яғни сіз ол ұйымға өтініш беруіңіз керек бірінші. Мәмілеге келе алмай жатса? Ол енді одан ары қарайғы мәселені уже жаңағы банкроттық арқылы шешуге жалғастырады. Мәмілеге келе алмай жатқан жағдайда ол ертең портал, егов порталы бар, соған міндетті түрде жаңағы өтінімді толтырады. Сұрақтарға жауап беріп отырады, сол жерге міндетті түрде жаңағы банктың жауабын қоса жалғау керек. Егер де банк оның өтініміне жауап бермесе ресми түрде, онда бұл жағдайда азамат өзінің банкке жазған хатын, яғни өтінімін, соның электронды нұсқасын немесе көшірмесін қоса жалғау қажет өтінімге. Яғни 3 наурыздан бастап электронды үкімет egov.kz арқылы қабылданады. Egov.kz. Одан бөлек тағы да халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы. Шығып қалмай ма, әдетте қалай бізде? Бір нәрсе іске қосылады дейді, халық оны күтеді. Содан кейін басталды деген кезде істен шығып қалды дейді. Негізі бұл өтініштің көп түсуіне байланысты. Бұл өтініш жаңағы белгілі бір мерзімі бар өтініш емес қой. Мысалы 3 наурызда сіз өтінім тапсырыңдар, бәрін жабып, одан кейін бітті, ешкім тапсырамайды деген ондай жоқ қой. Яғни азаматтар құжаттары дайын болады, асықпай тапсырады. Бұл заң ертең 31 желтоқсанда уақыты бітіп қалмайды. Одан келесі жыл, одан кейін жылдарда жұмыс істей береді. Сонымен қатар мемлекеттік кірістер комитетінің есалық азамат деген тегін мобильді қосымшасы бар. Осы мобильді қосымшасы арқылы да ол оңай телефон арқылы сол жұмыстарын жүргізіп өтінімдерін тапсыра алады. Одан бөлек бұл жерде азаматтар қазірден бастап бір пайдалы кеңес жаңағы банктермен реттеу шараларын жүргізу кетеді қой. Одан бөлек egov порталы арқылы атында қандай мүлкі бар екендігін тексеріп алсын. Өйткені кейбір азаматтар атында қандай мүлкі бар екенін білмей қалады кей жағдайда. Өйткені мүмкін бір автокөлік құралы баяғыда сатып жүрген доверенностьпен сол шығып қалуы мүмкін. Немесе жаңағы баяғыда жер учаскесі оны баяғыда біреуге бере салды, сіз пайдалана бер сосын деп оны ұмытып кетті мысалы. Сондай жағдайлар болып қалған. Қымбатты көрермен, естіп отырыңыздар, иә, шынымен де
міндетті түрде аттарыңызда қандай да бір жер я болмаса мүлік бар екен, бар ма жоқ па екен міндетті түрде тексеріп алып, Лиговтан. содан кейін бірақ кірісесіздер ғой бұл шаруаға. Алдын ала. Қазір бізге хабарласқан көрермен бар екен. Сұрақтар өте көп біздің көрерменде. Иә, қабылдайық. Алло, Тыңдап тұрмыз, кеш жарық. сәлеметсіз бе? сәлеметсіздер. Иә. Мына құрметті мың бүтіннің қонақтарына сұрағым бар еді. Қоя беріңіз, әрине. Айта берейін ба? Әрине, тыңдап тұрмыз. Аха. Мына інім атында үй бар еді, Народный, қазіргі, бұрын Казкоммерцбанк, қазір Народный банк болды. Ол үйді банк сатып жіберді. Сөйтіп қалған сумма 2 миллион 900 мыңды інім мойнына іліп отыр. Енді ауылда 49 жылға берілген арендный жер бар еді, огород егетін. Соны 50 сотық жеріне арест қойып отыр судисполнительдер. Сол дұрыс па, дұрыс емес па, соны сатып банкке құйындар дейді. Ол көп болса бір 100 мың болар, 2 миллион 900 мың қарыз. Осы менің сұрағым. Сіз банкроттыққа жариялағысы келіп отыр ма, ініңіз өзін? Я жариялағысы келіп отыр, атында үй да жоқ, машина да жоқ. Сол жер ғана ауылда 49 жылға берілген аренды, огород егетін. Жер, атында жер болса жариялана алады ма? Жағдайда бұл кісінің 49 жылға арендаға берілген ғой. Оның атында жеке меншігінде емес қой. Оны жеке меншік өйстелмейді. Яғни ресми түрде жариялай алады. Арендаға беріліп Екінші отыр. мәселе сонда бұл кісінің үйі өзінің бағасын несиесін жаба алмай тұрғаны ма сонда? Жаба алмай тұр. Жаба Яғни алмай, бұл жерде- үстінен тағы қарыз болып тұр. Яғни бұл жерде банктың өзін тереңірек тексеру керек шығар. Ол сонда қалай бағасы төмен үйді өз бағасы өзін өтей алмайды ол қарызды. Әдетте сатылғаннан Яғни кейін бұл қарыз жерде болмау керек. мүмкін, иә, мүмкін бұл жерде банктың өзінде белгілі бір шикілік орын алған шығар. Біздің редакторларға айтыпты, үстеме жүрген екен үстінен. Үстеме жиналып, сол қарыз болған ғой. Сондай қарыз болған. Сонда да анықтап Яғни тексеру керек. біздің көрерменіміз, көрермен інісі жариялай алады банкрот болып өзіне ресми түрде. Негізі бұл кісіге тағы бір ақыл, негізі осы банктердің қызметін бақылайтын арнайы мемлекеттік орган бар. Қаржы нарығын реттеу агенттігі. Сол агенттікке өтінім беріп, әлде де осы банктың пайыздарын есептеуіне байланысты қайта қарастыру шараларын жүргізуді сұрап өтінім беріп көрер мүмкін. Ол да Жақсы. Иә, біздің көрермен естіді менің ойымша. Мынадай сауал. Әдетте қазір енді алаяқтық туралы жаңа әңгіме қозғап қалдық қой. Түрлі алаяқтар бар. Мынау біреудің атынан бірнеше несие алып алады. Одан кейін оны жаңағы арнайы органдар іздеп таппайды. Тапса да ол ұзаққа созылады ол іс. Осы сәтте жаңағы атында несиесі бар, бірақ оны өз емес алаяқтар алған. Ол адам өзін банкроттыққа жариялай ала ма? негізі жариялау үшін бұл жерде енді алаяқтық фактілерін растау керек қой. Ол үшін тиісті мемлекет жаңағы құқық қорғау органдары қылмыстық істерді қозғау керек негізінде. Жоқ, қылмыстық істер қозғалады әдетте, бірақ ол ұзаққа созылады және көп жағдайда табылмай жатады. Жаңағы адам өзі шамасы шарқы келгенше жабады. Бар мүмкіндігі. Демек, ондай адамдар Заң тұрғысынан ешқандай қарсылық жоқ ол жерде. Айта беріңіз. Негізі бізде осы жерде осы кең тарады осы жағдай. Көп адамдардың атынан өзі білмейді, несие рәсімдеп тастайды. Ал мен айтар едім, осы жерде негізі банктердің қызметін тереңірек тексеру керек. Ол мүмкін емес банктың қызметкерінің араласпай ол несиені рәсімдеуі. Яғни ол бәрібір деді банктың кез келген бір қызметінің қатысы бар деген сөз, қызметкерінің. Сондықтан бұл жерде банктың қызметкерлерін және сол банктың қай банк арқылы жаңа рәсімделді, сол банктың өзін нақтылап тереңірек тексеру керек. Тексереді ғой енді оны іс қозғалғаннан кейін, бірақ ол ұзаққа кетіп жатады. Ол ұзаққа кетіп жатады. Әрине жеке-жеке жағдайларда мысалы несиесінен толықтай құтылу үшін адам өзін-өзі банкроттыққа жариялап құтылайыншы деп ойлауы мүмкін, иә. Ал бірақ жалпы жағдайда бұл көмектесетін жолдан шығатын жағдай емес. Бұл жерде мынандай мәселе бар да, мысалы, ол адам еш жазығы жоқ. Біреу оның сыртынан несие алады, ол адамды таппайды, кетеді сол ақшамен. Бұл адам өзін банкрот деп жариялайды және оның кесірі, яғни 5 жыл ешқандай несие ала алмайды. Яғни көрдіңіз бе? Ол банкроттық, мысалы, қазіргі тыныштығын ойлап бұл банкроттық жариялайды, ал сонымен қатар ол өзіне алдағы 5 жылға шектеу қояды ғой. Сондықтан ол қанша ұзаққа созылса да, керісінше сол қылмыстық істі соңына дейін жеткізу керек. Кім кінәлі? Кінәлі адамды табуға тырысу керек. Бұл қазір қиын Өйткені болып енді тұр бұл жағдай. қараңыздар, банкте қаншама жаңағы
қауіпсіздік шаралары жүзеге асырылады. Сол бойынша қанша қызметкерлер жұмыс жасайды, заңдары бар, кәдімгі нормативті құжаттармен жұмыс жасайды. Солай бола тұрады да әр екінші адамның атынан жаңағы алаяқтық жолмен несие рәсімделеді. Ал бұл деген өте үлкен қылмыс. Яғни бұл жерде тек жеке тұлғаның істеп тұрған қылмыс емес. Үлкен бөлек тақырып, негізінен қозғайтын. Енді банкроттыққа келгенде... Жоқ, менің айтпағым, ондай жағдайдағы адамдар асықтық жасап, өзін банкроттық жарияламасын. Соңына дейін қылмыстық істі жүргізу керек. Қылмыстық істі соңына дейін жеткізуге тырыссын. Дұрыс айтасыз. Енді банкроттыққа келгенде тағы бір сұрақ болып тұр. Бұл тек қана ақшала несиеге жүре ме, әлде қазір енді кең танымал болған бөліп төлеу, заттай алу, яғни бір дүниені заттай алады, үйіне техника алады, бөліп төлеуге алады, бірақ төлей алмайды. Бұл ретте банкроттық жариялана ма? Иә, оның барлығы несиенің бір түрі ғой. Тұтынушылық несиенің бір түрі, ол да болуы мүмкін. Ол азамат енді байынша айтқанда, енді өздеріңізде салдарын айтып отырсыздар ғой. Кішкентай ғана тұтынушылық несие үшін сондай 5 жылға сондай салдары тура осындай болады, 5 жыл несие алмайды. Сонда жаңағыдай бөліп төлей алмайды, яғни бөліп төлеу мүмкіндік бар. Ол жаңа мен бастап айттым ғой, енді бір рәсімін ғана айттым. Екінші рәсім бар. Сот шешімі арқылы банкрот деп тану рәсімі, сонымен қатар төлем қабілеттілігін қалпына келтіру рәсімі. Егер төлем қабілеттілігін қалпына келтіру рәсімін қолданса, азамат банкрот деп танылмайды. Сәйкесінше оған жаңағы айтылған салдардың барлығы қолданылмайды. Демек, оған жаңа 5 жыл несие алмайсың, 7 жыл сені жаңағыдай қайттан банкрот болмайсың, 3 жыл сені қаржылық бақылау жасаймыз деген салдардың шектеулерін ешқайсысы ол азаматқа қатысты қолданылмайды деген сөз. Сонымен қатар жаңағы төлем қабілеттілігін қалпына келтіру рәсімі жаңағы өзіңіз айтып отырғандай 5 жылға төлеп бөліп төлеуге азамат мүмкіндік алады. Бірақ бұл жерде барлығына жаңағы подряд осындай сен бөліп төле деп бере алмайды, сот шешім қабылдайды. Онда да бұл жерде қаржылық жағдайы азаматтың қаралады. Оның төлем қабілеті болу керек. Яғни азамат белгілі бір мүлкі болуы мүмкін атында. Мүмкін ол пәтері бар, үйі бар, жылжымайтын мүлкін жалға беріп, ай сайын содан бір белгілі бір табыс тауып, соның есебінен жаңағы ақшасын төлеп ай сайын сондай мүмкіндігі бар шығар. Немесе оның белгілі бір тұрақты жұмыс орны бар, айлығын алып, ай сайын төлеп отырады. Сол жағдайда оған осындай мүмкіндік қарастырылады. Қарастырыла ма? Мысалы, жаңағы өзін банкрот деп жариялап қойды, өйткені ол қазір білек тығырықтан шыға алмайтын. Осыдан кейін ол адамның жұмысы пайда болды, мүмкін бір идея пайда болып, содан кәсіп бастап кетті деген сияқты. Ақша түсті. Ол жаңағы банкпен қайтадан келісімге отырып, қайта қарастыра ала ма? Банкроттық жойылмайды. Бұл жағдайда азамат егерде банкроттығының барлығы заңды болса, ол рәсім солайынан қалады. Ары қарай ол бір жаңағы өзіңіз айтқандай күшті бір идея тауып, стартап ашып, немесе бір кәсіпкерлігін дөңгелетіп, бір кәсіптің көзін ашып жатыр, ондай азаматтар бар ғой. Ол ондай жұмыс жасап жатса қайта жақсы, оған ешкім ешқандай ешнәрсе деп айта алмайды. Тек қана ол барлығы кәсібі заңды болу керек, заңдастырылу керек. Ол жаңағыдай заңсыз табыс тауып жатқан азаматтарға қатысты сұрақ туындауы мүмкін. Ол кезде жаңағы азаматқа сен жалған банкроттыққа өтінім беріп, өзің ақшаңды тығып қойып деген сияқты сұрақ туындауы мүмкін. Енді соңғы сұрақ, кешіріңіз, бізде тікелей эфирдің уақыты аяқталып жатыр. 3 наурыздан бастап өтінім берген адам делік. Шамамен қанша уақыт қарастырылады өтінім? Өтінім алғаннан кейін мемлекеттік кірістер органдары 40 әртүрлі мемлекеттік базалармен салыстыру, тексеру шараларын жүргізеді, скоринг жүргізеді базалармен. Атындай мүлкі жоқ па, басқа жоқ па, жаңағы беріп отырған шарттардың бәріне сәйкес келіп отыр ма? Қанша уақыт болады? Сосын шешім қабылданып 15 күннен кейін жаңағы азаматқа SMS хабарлама келеді. Сізге қатысты банкроттық рәсімі басталды деген. Немесе басталмады, себебі осындай сіздің шарттарға сәйкес келмей тұрсыз деген оған SMS хабарлама келеді. Егер оған басталған туралы хабарлама келсе, онда бұл рәсім 6 айға дейін жүргізіледі. Өтінім берсе жеткілікті. Көп рахмет, уақыт бөліп келгендеріңізге. Қымбатты көрермендер, енді барлық пайдалы ақпаратты алдыңыздар деген ойдамыз. Енді сіздерге көп рахмет. Шығарып салайық, жарнамадан кейін бағдарламамызды жалғастырамыз. Сіздерге де рахмет. Рахмет.